Сәлем достар, бұл Қазақ Storytime. Біз бастаймыз. Мен тайгада 20 жыл өмір сүрдім және бүгін мен сіздерге өз тарихымды айтып берем. Соғыс аяқталған күні бітпейді. Ол соңғы солдаттың мылтығын тастап үйіне қайтқан күні емес, оның жүрегіндегі қорқыныш сейілген күні бітеді. Ал Қайсар үшін соғыс әлі жалғасуда еді. Ол 7300-ші таңды қарсы алды. Оның күнтізбесінде жылдар жоқ, тек тірі қалған күндердің саны ғана бар. Белгісіз орман, қара аймақ, 20 қыз. Таңғы ызғар сүйектен өтіп барады. Жер астындағы ескі, ылғал тартқан блиндаждың жерп іші тастай қараңғы. Қайсар көзін ашты. Ол бірден тұрған жоқ. Алдымен тыңдады. Орман тыныш па? Құстар сайрап тұрма? Әлде бөгде дыбыс етік тікірі, техниканың гүрілі, мылтық шүрпесінің сыртылы естіле ме? Тыныштық тек ескі бөренелердің сықырлағаны мен тышқанның жүгірген дыбысы ғана естіледі. Қайсар баяу қозғалып, үстіндегі ескі шинелін серепті. Бұл шинел оның терісіне айналып кеткелі қашан. Оның түсі оңып, жыртық тәзігі жамалған, бірақ ол әлі де жылу береді. Ол сіріңке жақпады. Сіріңке алтыннан да қымбат. Ол оны тек ерекше жағдайда қолданады. Ол қараңғыда сипала жүріп, бұрыштағы қасиетті бұрышқа барды. Онда ескі, тот басқан Калашников автоматы және соңғы 12 оқ салынған магазин тұрды. Қайырлы таң, Ержан, деді ол автоматқа қарап. Бүгінде тіріміз. Ержан оның қаруы емес, оның 20 жыл бұрын қаза тапқан досының есімі. Қайсар жалғыздықтан жынданбау үшін жансыз заттарға есім беріп алған. Ол қабырғаға жақындады. Қабырғада мыңдаған сызықтар бар. Ол үшкір тасты алып тағы бір сызық сызды. 7305 күн. 20 жыл. Бірақ Қайсар мұны 20 жыл деп емес, позицияны ұстап тұрған 7305 күн деп қабылдайтын. Оның соңғы бұйрығы есінде, қатардағы жауынгер Қайсар. Осы биіктікті ұстап тұр. Біз қосымша күш, пікірпләне, алып келгенше жауды өткізбе. Капитан кетті. Қосымша күш келмеді. Жарылыс болды. Қайсар есінен танып қалды. Оянғанда бәрі өліп қалған еді. Ол күтті. Бір күн, бір ай, бір жыл. Ол әлі күтіп жүр. Бұйрық күші жойылған жоқ. Тірі қалу өнері. Қайсар блиндаждан шықты. Сыртта орман. Қарағайлар аспанмен тіресіп тұр. Бұл жерді ол өлі аймақ деп атайтын. Ол маскировкасын тексерді. Үстіне мүкпен ішіп байлап алған. Оны 5 метр жерден байқау мүмкін емес. Ол периметрді тексеруге шықты. Оның периметрі блиндажды айнала қоршаған 2 шақырымдық аумақ. Бұл аумақта 50-ге жуық тұзақ бар. Ол әр қадамын санап басады. 1, 2, тоқта. Солға қара. Тыңда. Орман оны қабылдаған. Құстар одан қорықпайды. Тіпті қояндар да оның аяғының астынан қашпайды. Себебі Қайсар орманның бір бөлігі. Бірақ ол аң аулауы керек. Аштық жаудан да қауіпті. Ол автоматты қолданбайды. Оқ тек жауға арналған. Оның қолында қолдан жасалған садақ, бау және істік қауіп бар. Бүгін оның жолы болды. Тұзаққа кекілік түсіпті. Қайсар құсталып оның мойнын үзді. Кешір, бауырым, деді ол күбірлеп. Маған күш керек. Мен постты қорғауым керек. Ол өзен жағасына келді. Су мұздай. Ол бетін жуды. Судан өзінің бейнесін көрді. Ұзын ақ араласқан сақал. Шашы иығына түскен. Бетінде терең әжімдер. Көздері жабайы аңның көзіндей, бірақ түбінде терең мұң бар. Сен кімсің? Деп сұрады ол суға қарап. Сен Қайсарсың ба? Әлде орман елессің бе? Кенет ол бірдеңе сезді. Иіс бұл шіріген жапырақтың, аңның немесе балқарағайдың иісі емес. Бұл жасанды иіс. Бензин, резеңке, пластик. Қайсардың денесі ширығып кетті. Ол жерге жата қалды. Орман тыныш. Бірақ иіс бар.
Ол еш шыққан жаққа қарай желге қарсы жылжыды. Бөгде зат. Ол 500 метрдей еңбектеп жылжыды. Алдында кішкентай ашық алаңқай бар. Ол жерде бірдеңе жатыр. Аспаннан түскен сияқты. Бұл құс емес. Бұл ұшақ та емес. Бұл кішкентай 4 қанаты қара түсті темір құс. Бұл заманауи квадрокоптер дрон еді. Бірақ Қайсар оны білмейді. Қайсар оған жақындауға қорықты. Мина ма? Жаудың жаңа барлаушысы ма? Ол тасы лақтырды. Темір құс қозғалмады. Ол жақындады. Құрылғының бір қанаты сынып қалыпты. Оның үстінде қызыл шам жыпылықтап тұр. Low Battery деген жазу және кішкентай алманың суреті, Apple немесе басқа бренд бар. Қайсар жазуды оқыды, бірақ түсінбеді. Бұл не пәле? Деді ол пышағының ұшымен түртіп. Бұл құрылғы оның 20 жылдық әлемін бұзып жіберді. Егер бұл мұнда жатса, демек мұны біреу басқарған. Демек жау жақын. Демек олар оны тапты. Қайсардың жүрегінде қорқыныш емес. Қуаныш пайда болды. Ақыры, деді ол тістеніп. 20 жыл күттім. Ақыры келдіңдер ме? Ол дроды сындырып, ішіндегі сымдарын суырып алды. Жауға сигнал бермесін деп, оны терең шұңқырға көміп тастады. Өткен күннің елесі. Түн, блиндаж, Қайсар от жақты, бүгін ерекше күн, жау жақын, жылыну керек. Ол кекілікті пісіріп жеді. Сосын бұрыштағы ескі рюкзагын ашты. Оның ішінде ең қымбат қазынасы бар. Сарғайған фотосурет. Суретте жас келіншек және кішкентай ұл бала. Әйелі Айнұр, ұлы Данияр Айнұр. Деді Қайсар суретті сипап. Мен тірімін. Мен берілмедім. Мен қайтамын. Тек мына жауды жеңсем болды. Ол соғысқа кеткенде ұлы 3 жаста еді. Қазір ол 23-те болар еді. Бірақ Қайсар үшін олар сол күйінде, жас күйінде қалған. Ол көзін жұмды. Елестер келді. Жарылыс, айқай, Қайсар. Оң жақтан. Граната. Досы Саматтың денесі жұлынып кетті. Командирдің дауысы, шегінбеңдер. Отан үшін. Танктердің гүрілі. Қара түтін. Қайсар окоптың түбінде жатыр. Үстін топырақ басып қалған. Ол тірі қалды. Бірақ бәрі өлді. Қайсар айқайлап оянды. Маңдайынан тер сорғалап тұр. Блиндаж іші тыныш. Тек оттың шоғы ғана қызарып тұр. Мен жалғыз емеспін, деді ол өзін өзі жұбатып. Самат осында. Командир осында. Олар маған қарап тұр. Мен постты тастап кете алмаймын. Із кесу. Ертеңіне таңертең Қайсар толық жауынгерлік дайындыққа кірісті. Ол автоматын майлады. Пышағын қайрады. Үстіндегі мүк пен шөпті жаңалады. Ол дронның қай жақтан ұшып келгенін шамалады. Жел солтүстіктен соққан. Демек темір құс оңтүстіктен, тау жақтан келген болуы мүмкін. Ол өз периметрінен шығуға шешім қабылдады. Бұл қауіпті қадам. Ол 20 жыл бойы осы 2 шақырымнан ұзап шықпаған. Бірақ жау шабуылға дайындалып жатқан болар. Ол алдын алуы керек, превентивный удар. Қайсар орманның тұңғиығына еніп кетті. Ол 10 шақырым жүрді. Табиғат өзгерді. Ағаштар сирек, тастар көп. Кенет ол жерден із көрді. Адам ізі. Бірақ бұл кәдімгі әскери етіктің ізі емес. Табанның өрнегі, протектор, өте кәмірделі, жұмсақ. Бұл заманауи треккингтік аяқ киімнің ізі. Арнайы жасақ, спецназ деп ойлады Қайсар, жеңіл аяқ киім киген. Шусыз жүру үшін. Іздер жалғыз адамдікі. Барлаушы деп түйді Қайсар, ол ізді қуа бастады. Ол аңшы. Ол қасқыр. Ал анау оның олжасы. Ол іздің жанынан кәмпит қағазын, Snickers тапты. Қағаз жылтыр, әдемі. Орысша және ағылшынша жазулар. Қайсар иіскеп көрді. Тәтті иіс. Шоколад пен жаңғақ. Америкалықтар ма? Деді ол таңғалып. Әлде НАТО? Ол әрі қарай жүрді. Кеш батты. Алдыдан түтін иісі келді. Қайсар бауырлап төбешікке шықты.
Төменде сайдың ішінде кішкентай палатка тұр. Палатка ашық сары түсті, өте ашық түс әскерилер үшін ақымақтық. От жанып тұр. Оттың басында бір адам отыр. Ол жас жігіт. Үстінде қызыл күртеше. Құлағында бірдеңе, құлаққап бар, басын ырғап отыр. Қасында үлкен рюкзак және бір қызық құрылғы, ноутбук жарқырап тұр. Қайсар автоматтың дүрбісінен, оптикасы жоқ, жай ғана қарады. Бұл кім? Ол түсінбеді. Сарбазға ұқсамайды. Қаруы көрінбейді. Тым алаңсыз. Тым ашық. Бұл тұзақ деп ойлады Қайсар, олар мені шығару үшін осы сайқымазақты клоун қойған. Айналада снайперлер жатқан шығар. Қайсар түні бойы сол жерде қар астында қозғалмастан жатты. Ол айналаны бақылады. Ешкім жоқ. Тек анау қызыл күртешелі бала. Таңға жуық бала палаткасына кіріп ұйықтады. Қайсар шешім қабылдады. Ол тіл, язык алуы керек. Бұл баланы ұстап сұрау алу керек. Соғыс бітті ме, жоқ па? Жау қайда? Және ең бастысы, оның отбасы қайда? Қайсар пышағын тістеп төменге қарай жыланша жылжыды. Оның 20 жылдық үнсіздігі бұзылатын сәт туды. Адам ең қатты неден қорқады? Өлімнен бе? Жоқ, адам түсініксіз нәрседен қорқады. Қайсар үшін алдындағы жау мүлде түсініксіз еді. Оның киімі, қаруы, тіпті иісі де адамға ұқсамайтын. Ал жас жігіт үшін орман ішінен шыққан бұл албасты, қорқынышты фильмдердегі құбыжықтан бетер еді. Бұл түні ормандағы тыныштықты тек үрей мен шындықтың ашы даусы ғана бұзды. Жаудың лагері. Түнгі сағат 03:00. Қайсар көлеңке сияқты қозғалды. Ол 20 жыл бойы дыбыссыз жүруді үйренген. Оның аяғының астындағы қураған бұтақтар да сыбдыр етпеді. Палатканың алдындағы от сөнуге айналған. Іштегі жау турист қатты ұйықтап жатыр. Оның демалысы біркелкі. Қайсар пышағын тістеп, палатканың сыдырмасын зәмәк ақырын ғана төмен түсірді. Іші жылы. Және тағы да сол химиялық иіс. Жас жігіт сары ұйықтау қабының спальный мешок ішінде жатыр. Құлағында сымсыз ақ құлаққап. Жанында жарқыраған экран, смартфон жатыр. Қайсар бір секундта шешім қабылдады. Ол жолбарысша атылды. Бір қолымен жігіттің аузын басты, екінші қолымен оның бойына пышақты тақады. Жігіт мымы деп жұлқынды. Көзі шарасынан шығып кете жаздады. Тыпыр етпе, деп ырылдады Қайсар құлағына. Бауыздаймын. Жігіттің денесі дірілдеп қоя берді. Ол алдындағы ұзын шашты, сақалды, үсті басы мүкпен балшыққа бөккен албастыны көріп өңі қашып кетті. Қайсар жігітті сүйреп далаға шығарды. Ол алдын ала дайындап қойған арқанмен өзі ескен шөп арқан жігіттің қолын артына қайырып байлап тастады. Отыр, деп бұйырды ол. Жігіт жерге бүк түсіп отырды. Тісі тісіне тимейді. Ағатай өлтірмеші, ақшамды ал, телефонымды ал, деп жыламсырады жігіт. Тергеу. Қайсар отқа отын тастады. Жалын лай ете қалды. Ол тұтқынға үңіле қарады. Бұл 20-22 жастағы бала. Беті таза, сақал мұрты жоқ. Шашы қызық үлгіде қиылған, сәнді. Киімі қып-қызыл күртеше, аяғында қымбат бәтеңке. Бұл қандай әскер? Деп ойлады Қайсар. НАТО ма? Әлде жаңа жалдамалы жасақ па? Аты жөнің? Шенің? Бөлімшең? Деп сұрады Қайсар қатаң әскери дауыспен. Жігіт түсінбеді. Мен Санжармын, шенім жоқ. Мен блогермін. Блогер? Қайсардың қабағы түйілді. Бұл не? Барлаушы ма, разведчик? Диверсант па? Жоқ, мен туристпін. Видео түсіремін. TikTokқа саламын. TikTok. Қайсар бұл сөзді жаттап алды. Бұл құпия код немесе жаңа қару түрі болуы мүмкін. Штаб қайда? Командирің кім? Неше адамсыңдар? Мен жалғызбын. Ешқандай командир жоқ. Аға, сіз кімсіз? Орманшысыз ба?
Қайсар мырс етті. Орманшы. Мен аға сержант Қайсар Ахметов 7305 күн бойы 4 биіктікті қорғап тұрмын. Сендердің дрондарыңды мен атып түсірдім. Санжардың аузы ашылып қалды. Дрон? Менің мәғікім бе? Оны сіз сындырдыңыз ба? 7300 күн дейсіз бе? Аға, қазір қай жыл білесіз бе? Қарайна. Қайсар жауап бермеді. Ол Санжардың рюкзагын ақтара бастады. Іші толған ғажайып заттар. Powerbank, портативті қуаттағыш. Қайсар оны мина деп ойлап абайлап шетке қойды. Күн батареясы. Энергия қаруы. GoPro камерасы. Киборг көзі. Snickers және Red Bull. Америкалық суықбайық. Және iPhone 14 Pro Max. Қайсар телефонды қолына алды. Қара, жалпақ, айна сияқты зат. Түймесі жоқ. Бұл не? Деп сұрады ол Санжарға көрсетіп. Бұл телефон. Смартфон телефон. Сымы қайда? Дискісі қайда? Сымсыз істейді. Жерсерікпен, спутник. Қайсар телефонды қосты, бүйіріндегі түймесін басып. Экран жарқ етіп жанды. Қайсар шошып кетіп телефонды лақтырып жібере жаздады. Экранда Санжардың қызымен түскен суреті тұр. Сурет. Тірі сияқты. Түстері қанық, анық. Аш мұны. Деді Қайсар телефонды Санжардың бетіне тақап. Картаны көрсет. Жаудың позициясын көрсет. Санжар дірілдеп, фасет арқылы телефонды ашты. Міне. Google карта. Қайсар экранға үңілді. Ол картаны көрді. Өзінің орманын көрді. Және экранның жоғарғы бұрышындағы сандарды көрді. 14 қазан 2024 жыл. Қайсардың қолынан телефон түсіп кетті. 2024, деді ол сыбырлап. Өтірік. Бұл жаудың пропагандасы. Сен мені алдап тұрсың. Ол Санжардың жағасынан алды. Соғыс ше. Соғыс қашан бітті? Аға, қандай соғыс? Санжар жылап жіберді. Ешқандай соғыс жоқ. Қазақстан бейбіт ел ғой. 30 жыл болды тынышпыз. Шындықпен бетпе-бет. Қайсар артқа шегінді. Ол ағашқа сүйенді. Бас айналып кетті. Соғыс жоқ па? Онда Самат неге өлді? Онда ол 20 жыл бойы не үшін суықта тоңып, ашқұрсақ болып әр бұтақтан қорықты? Оның 20 жылы далаға кетті ме? Ол өз өмірін жоқ нәрсеге арнады ма? Дәлелде. Деп айқайлады Қайсар маған дәлелде. Санжар қолы байлаулы күйінде телефонға иегімен нұсқады. Жаңалықтарды ашыңыз. YouTube-ты ашыңыз. Қараңызшы. Қайсар телефонды қайталды. Санжар оған YouTube-тан Алматы бүгін деген видеоны қосып берді. Экраннан зәулім үйлер, әдемі көліктер, күліп жүрген адамдар көрінді. Ешқандай таң жоқ. Ешқандай окоп жоқ. Қайсар видеодан бір ғимаратты таныды. Бұл Алматыдағы Қазақстан қонақ үйі. Бірақ оның айналасы өзгеріп кеткен. Сосын ол датаға қайта қарады. 2024 ол орманда 2004 жылы қалған еді. Шекарадағы қақтығыс кезінде. Бұл ойдан шығарылған құпия қақтығыс болатын. Менің отбасым, деді Қайсар Айнұр. Данияр. Санжар оған аяушылықпен қарады. Аға, сізді іздеген шығар. Сіз кімсіз? Атыңыз кім? Қайсар Ахметов. Санжар көзілдірігін түзет, егер болса. Менің интернетім ұстап тұр, Starlink немесе жақсы қамту. Мен іздеп көрейін бе? Қайсар үндемеді. Ол қорқатын. Шындықты білу өлімнен де қорқынышты. Егер олар оны өлді деп санаса ше? Егер әйелі басқаға тиіп кетсе ше? Егер ұлы оны ұмытып қалса ше? Бірақ үміт күштірек болды. Ол пышақпен Санжардың қолын босатты. Ізде. Ғаламтордағы есім. Санжар қолын уқалап телефонды шұқылады. Қайсар Ахметов жоғалған сарбаз. 2004 жыл. Google-дан ештеңе шықпады. Басқаша іздейік.
Шекарадағы оқиға 2004. Бір ескі газет мақаласы шықты. Шекарадағы қайғылы оқиға, көшкін астында қалған застава. 15 сарбаз қаза тапты. 3 із-түзсіз жоғалды. Қайсар экранға үңілді. Көшкін, деді ол таңғалып. Жоқ, ол жарылыс болды. Бізді атқылады. Аға, мұнда табиғи апат деп жазылған. Ресми түрде сіздерді көшкін басып қалды деген. Қайсар түсінді. Оларды жасырған. Ол қақтығыс ресми түрде болмаған. Саясат үшін, бейбітшілік келісім үшін. Олардың ерлігін табиғи апатқа теңеп архивке тыққан. Қайсардың өшпенділігі қайта оянды. Олар бізді сатты, деді ол тістеніп. Менің достарымды қар басты деп өтірік айтты. Санжар әрі қарай іздеді. Аға, міне бір тізім бар. Із-түзсіз жоғалғандар тізімі. Ахметов Қайсар астында не жазылған? 2005 жылы сот шешімімен қаза тапты деп танылды. Қайсар жерге отыра кетті. Ол өлі адам. Ресми түрде оның моласы бар шығар. Оның әйелі жесір, ұлы жетім атанған. Менің ұлым. Данияр Ахметов іздеуші Санжар әлеуметтік желілерді Instagram, Facebook ақтарды. Данияр Ахметов. Алматы таптым, деді Санжар, міне Instagram парақшасы. Суреті бар. Қайсар телефонды жұлып алды. Экранда 23-24 жастағы жігіт. Сымбатты, көзі Қайсарға ұқсайды. Ол әскери формада офицер түскен суретін салыпты. Астындағы жазу: әке, мен сенің жолыңды қудым. Бүгін мен лейтенант болдым. Сенің рухың разы болсын. Қайсардың көзінен жас парлады. 20 жыл бойы шықпаған жас. Ол мені ұмытпапты. Ол әскери болыпты. Бұл сәтте Қайсардың ішіндегі соғыс сынды. Ол енді жауды өлтіруді емес, ұлын құшақтауды ойлады. Ауыр шешім. Таң атты. Қайсар мен Санжар оттың басында отырды. Енді олар жау емес, тағдырлас серіктер еді. Санжар Қайсарға өзінің снектерін берді. Қайсар шоколадты жеп басын шайқады. Тым тәтті. Біздің кездің наны дәмдірек еді. Аға, деді Санжар, менімен бірге қалаға жүріңіз. Менің көлігім төменде, тау етегінде тұр. 5-6 сағаттық жол. Бүгін кешке үйде боласыз. Қайсар орманға қарады. Бұл орман оның үйі болды. Ол оны қорғады, асырады. Енді оны тастап кету керек пе? Ол заманауи қалаға дайын ба? Ол тірі өлік ретінде қайта оралуға дайын ба? Менің құжатым жоқ, деді Қайсар, мен елеспін. Бәрін шешеміз, деді Санжар қызуланып. Мен видео түсіремін. Бүкіл елге жар саламыз. Батыр оралды деп. Сіз жұлдыз боласыз. Қайсар оған суық қарады. Жоқ ешқандай видео. Ешқандай тик-ток, мен тыныш қайтқым келеді. Егер мені жарнамаласаң, мен орманға қайтасың кетемін. Сен мені таппағандай боласың. Санжар түсінді. Бұл адамға хайп емес, тыныштық керек. Жарайды, аға. Уәде беремін. Тек үйіңізге жеткіземін. Олар жинала бастады. Қайсар өзінің блиндажына барды. Ол ержанды автоматын қолына алды. Оны өзімен бірге алып жүре алмайды. Қалада қарумен жүруге болмайды. Ол автоматты майлап шүберекке орады. Және оны қасиетті бұрышқа көмді. Күт, досым. Егер тағы соғыс болса, мен келемін. Ол қабырғадағы 7305 сызыққа соңғы рет қарады. Пост тапсырылды. Жолға шығу. Олар орманнан шықты. Қайсардың жүрісі ауыр еді. Ол әр бұтақпен қоштасқандай болды. Бірнеше сағаттан кейін олар тау етегіне жетті. Ол жерде үлкен қара джип Toyota Land Cruiser тұр еді. Қайсар темір тұлпарға қарап басын шайқады. Бұл танк пе? Жоқ, бұл жай ғана көлік, деп күлді Санжар. Олар көлікке отырды. Санжар қозғалтқышты оталдырды. Кондиционер қосылды. Музыка ойнады. Қайсар терезеден сыртқа қарады. Орман артта қалып бара жатты.
Ал алда беймәлім, қорқынышты, шулы бейбітшілік күтіп тұрды. Бірақ Қайсар білмеді, оны қалада тек қуаныш емес, жаңа сынақтар күтіп тұрған еді. Оның әйелі Айнұр. Ол жалғыз емес еді. Ал оны жоғалтқан генералдар оның тірі қайтқанын естігенде қуанбасы анық. Соғыс біткен жоқ. Ол енді ғана басталды. Орманның заңы қатал, бірақ әділ, күшті жеңет, әлсіз өледі. Ал қаланың заңы мүлде басқа екен. Мұнда адамдар бір-біріне күлімсіреп қарап тұрып, арқадан пышақ ұрады. Қайсар 20 жыл бойы жыртқыштардан қорықпаған еді, бірақ мына әйнек пен бетоннан соғылған темір орманға кіргенде, оның жүрегінде алғаш рет дәрменсіздік сезімі пайда болды. Алматыға кіре беріс. Түскі уақыт. Санжардың джипі трассамен зулап келеді. Қайсар орындықтың арқалығына жабысып алған. Оның көзі терезеден түсер емес. Алматы өзгерген. Танымастай өзгерген. Бұрынғы аласа үйлердің орнына көк тіреген зәулім ғимараттар бой көтерген. Жолдардағы көліктер құмырсқаның илеуіндей. Бұл не? Деп сұрады Қайсар бір ғимаратты нұсқап. Бұл Есентай молл болатын. Бұл сауда орталығы, аға. Ол бекініс пе? Оның әйнектері оқ өткізбей ме? Санжар күлді. Жоқ, аға. Ол жай ғана дүкен. Қайсар терезесін сәл ашты. Бензин иісі, асфальттың ыстығы және мыңдаған дыбыстар оның кеңсірігін жарды. Ол орманда таза ауаға үйренген өкпесімен қаланың түтінін, смог, жұтқанда қақалып қалды. Жабыңыз, деді ол жөтеліп. Бұл жерде химиялық шабуыл болған ба? Жоқ, аға. Бұл қаланың ауасы. Олар қалаға кірді. Бағдаршамның қызыл шамы жанды. Көліктер тоқтады. Қайсардың назары көрші көліктегі адамдарға ауды. Олар телефондарына үңіліп отыр. Ешкім айналасына қарамайды. Ешкім қауіп күтпейді. Бұлар қалай өмір сүреді? Деп ойлады Қайсар, жау кез келген жерден шығуы мүмкін ғой. Олар неге соншалықты бейқам? Сергек көзі. Олар Әл-Фараби даңғылымен өтіп бара жатқанда, көшенің жоғарғы жағындағы камера жарқ етті. Бұл сергек жүйесі. Ол көліктің нөмірін және жүргізуші мен жолаушының бет әлпетін автоматты түрде сканерледі. Санжар мұны біледі, бірақ ол Қайсардың жүйеде өлі екенін ұмытып кеткен еді. Мәліметтер базасы. Астана ішкі істер министрлігінің сервері. Бет әлпетті тану алгоритмі іске қосылды. Іздеу нәтижесі 98 сәйкестік. Аты жөні Ахметов Қайсар, статусы 2005 жылы қайтыс болған. Қызыл дабыл жанды. Бұл ақпарат автоматты түрде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің КМБ жабық архивіне жөнелтілді. Себебі 2004 жылғы шекара оқиғасы өте құпия грифімен сақталған іс болатын. Генералдың үрейі. Астана кең кабинетінде генерал Талғат Оспанов отыр еді. Ол қазір зейнетке шығуға дайындалып жүрген ықпалды, бай адам. 2004 жылы ол полковник шенінде сол шекара заставасының командирі болған. Сол түні көшкін болды деген түні шын мәнінде контрабандалық дәліз үшін атыс болған еді. Талғат өзінің қателігін жасыру үшін тірі қалған куәгерлерді із-түзсіз жоғалды деп жариялап істі жауып тастаған. Ол Қайсардың өлгеніне сенімді болатын. Компьютеріне хабарлама келді. Генерал хабарламаны ашып оқыды. Қолындағы қымбат виски стаканы еденге түсіп парша-парша болды. Экранда Санжардың көлігінде отырған сақал мұрты өскен Қайсардың суреті. Мүмкін емес, деді генерал бозарып. Ол қалай тірі қалды? 20 жыл. Генерал бірден шифрланған телефонды алды. Тазалаушылар тобын дайында. Алматы, объект, елес. Ол қалаға кірді. Оны тірідей немесе өлідей ұстаңдар. Ешқандай шу болмасын. Бұл ұлттық қауіпсіздік мәселесі. Трансформация. Санжар Қайсарды өзінің пәтеріне алып келді. Бұл элиталық тұрғын үй кешені. 25-ші қабат. Лифтпен көтерілу Қайсар үшін тағы бір сынақ болды. Ол лифттің едені ашылып кететіндей қорқып тұрды. Пәтерге кіргенде Қайсар айнаға қарады. Ол өзін танымады. Айнадан оған жабайы адам қарап тұрды.
Аға, алдымен жуынып алыңыз деді Санжар, мен сіздің киімдеріңізді өртеп жіберейін. Сасық иісі бар. Жоқ, деді Қайсар, шинелді тастама. Ол менің терілерім. 1 сағаттан кейін. Қайсар жуынып шықты. Санжар оның шашын алып сақалын қырды. Қайсар айнаға қайта қарады. Енді оған 20 жыл бұрынғы Қайсар қарап тұрғандай болды. Тек шашы аппақ қудай және көзіндегі мұң тереңдей түскен. Бетіндегі тыртықтар анық көрінді. Санжар оған өзінің спорттық киімдерін берді. Аға, сіз Голливуд актерлеріне ұқсайсыз, деді Санжар таңданып. Лиам Нисон сияқтысыз. Қайсар үстіндегі жұмсақ матаны ұстап көрді. Бұл киім тым жұқа. Пышақ тисе, жыртылады. Қалада пышақ тимейді, аға. Ұлымен кездесу, сыртынан бақылау. Кеш батты. Қайсар Санжарға өтініш айтты. Маған ұлымды көрсет. Тек алыстан. Мен оған жақындауға дайын емеспін. Санжар Инстаграмдағы геолокация арқылы Даниярдың жұмыс орнын тапты. Данияр әскери бөлімде емес, Қорғаныс министрлігінің Алматыдағы офисінде қызмет етеді екен. Олар көлікпен офистің алдына келді. Күтті. Сағат 19:00. Ғимараттан әскери форма киген жас офицер шықты. Бұл Данияр Қайсардың жүрегі тоқтап қала жаздады. Ол ұлын соңғы рет 3 жасында көрген. Қазір алдында бойы ұзын, иықты, нағыз ер азамат тұр. Данияр күліп келе жатыр. Оның қасында бір қыз бар. Ол бақытты, деді Қайсар терезеден көз алмай. Ол менсіз де бақытты өсті. Аға, барып сөйлесіңіз, деді Санжар. Жоқ, күт. Данияр қызды құшақтап бетінен сүйді. Сосын олар көлікке отырып кетті. Қайсардың көзіне жас келді. Ол ұлының өміріне өлген әке болып кіріп келсе, оның шырқын бұзамын ба деп қорықты. Ол өткен шақтың елесі. Ал ұлы болашақ. Шошитын жаңалық. Кенет Санжардың телефоны шыр етті. Біреу қоңырау шалып тұр. Нөмірі белгісіз. Алло, Санжар Әлиев пе? Деген қатаң дауысы естілді. Иә, менмін. Сен бүгін таудан бір жолаушы алып келдің. Сол адам қасыңда ма? Санжар селк етті. Ол Қайсарға қарады. Сіз кімсіз? Мен оның ескі досымын. Тыңда, бала. Егер тірі қалғың келсе, ол адамды қазір айтқан жерімізге алып кел. Ол қауіпті қылмыскер. Ол қарулы. Қылмыскер. Санжар сенбеді. Ол батыр ғой. Ол дезертир және кісі өлтіруші. 2004 жылы командирін атып қашып кеткен. Біз оны 20 жыл іздедік. Егер оны жасырсаң, сен де сыбайлас боласың. Саған 10 минут уақыт береміз. Тұтқа қойылды. Санжардың түрі бозарып кетті. Аға, біреу хабарласты. Сізді дезертир және қылмыскер деді. Сіз командирді өлтірдіңіз бе? Қайсардың көзінде от жанды. Өтірік. Командир менің қолымда жан тапсырды. Оны жаудың снайпері атты. Ол түсінді. Оны іздеп тапты. Оның тірі қалғаны біреулерге ұнамады. Олар біздің қайда екенімізді біле ме? Деп сұрады Қайсар. Менің телефоным. Санжар телефонына қарады. Олар менің нөмірімді біледі. Демек, геолокацияны да біледі. Қайсар әскери режимге қосылды. Көлікті оталдыр. Тез. Бұл жерден кету керек. Дәл сол кезде артынан қара түсті 2 Гелендваген пайда болды. Олар Санжардың көлігін қыспаққа ала бастады. Газды бас, деп айқайлады Қайсар. Қала ішіндегі қуғын. Санжар рульді бұрды. Көлік тротуарға шығып кетті. Қуғыншылар арттан қалмады. Қала іші. Кептеліс. Қайсар айнаға қарады. Қуғыншылардың терезесінен қару ұңғысы көрінді. Олар атады. Басыңды төмен сал. Тас тұрс. Санжардың көлігінің артқы әйнегі быт-шыт болды. Адамдар айқайлап қаша бастады. Бейбіт Алматының ортасында нағыз соғыс басталды. Қайсар Санжарды итеріп, рульге жабысты.
Рөлді ұста. Мен қазір. Қайсар артқы орындыққа секіріп өтті. Оның қолында қару жоқ. Бірақ оның қолында Санжардың Mavic дроны сынған, бірақ батареясы бар, жатқан еді. Бір бөлімде сынған дронды көміп кеткен, бірақ екі бөлімде Санжардың сөмкесінде тағы бір дрон немесе қосалқы бөлшектер болуы мүмкін бе? Немесе Санжардың сөмкесінен пауэрбэнкті алайық. Қайсар ауыр пауэрбэнкті алды. Қуғыншылардың көлігі жақындады. Қайсар сынған терезеден пауэрбэнкті бар күшімен лақтырды. Ол дәлдікпен 20 жылдық аңшының дәлдігімен лақтырды. Ауыр зат қуғыншылардың алдыңғы әйнегіне тиіп, жүргізушінің маңдайына соғылды. Джип басқаруды жоғалтып бағанаға соғылды. Екінші көлік әлі қуып келеді. Қайда барамыз? Деп айқайлады Санжар адам көп жерге. Деді Қайсар, олар куәгерлерден қорқады. Вокзалға немесе базарға. Санжар көлікті көк базар жаққа бұрды. Тұйық. Олар тар көшеге кіріп кетті. Алды тұйық. Біттік. Деді Санжар, Қайсар көліктен секіріп түсті. Сен қал. Қолыңды көтер. Оларға мен керекпін. Аға, жоқ. Бұл бұйрық. Қайсар Санжарға соңғы рет қарады. Рахмет саған, балам. Егер мен өлсем, ұлыма шындықты айт. Мен сатқын емеспін. Қайсар қараңғылыққа сіңіп кетті. Қуғыншылар келіп тоқтады. Олар көліктен шығып автоматтарын кезенді. Олар Санжарға емес, Қайсар кеткен жаққа жүгірді. Қайсар қаладағы ескі ғимараттардың, ескі кварталдар, шатырына қарай өрмеледі. Ол қайтадан өз стихиясында. Бұл енді орман емес. Бұл темір джунгли. Бірақ аңшы әлі тірі. Орман ешқашан алдамайды. Егер бұтақ сынса, демек, біреу келе жатыр. Егер құс шуласа, демек, жыртқыш жақын. Ал қала өтіріктің отаны екен. Мұнда күлкі, бетперде, сөз, тұзақ. Қайсар түн жамылып Алматының шатырларында жортып жүргенде бір нәрсені анық түсінді. Оның нағыз жауы табиғат емес, шен таққан адамдар бар. Алматының ескі орталығы. Түн ортасы. Қайсар 5 қабатты Хрущевканың шатырында жатты. Астыда полиция мен қара джиптер жүйткіп жүр. Сиреналардың дауысы құлақ тұндырады. Ол Санжардан бөлініп кеткелі 3 сағат өтті. Қайсар қаланың ландшафтын тез меңгерді. Шатырлар тау жоталары сияқты. Подъездер үңгірлер сияқты. Қоқыс жәшіктері жасырынатын бұталар сияқты. Оның қарны ашты. Бірақ ол шыдады. 20 жыл бойы апталап нәр татпаған кездер болған. Ол қазір аңшы емес, олжа. Бірақ олжаның тісі бар. Ол қалтасынан Санжардың телефонын шығарды, оны көліктен түсерде алып қалған еді. Телефонның қуаты 15. Ол генерал туралы ақпарат іздеді. 2004 жылғы оқиғаны басқарған командирдің аты есіне түсті. Майор Оспанов. Қайсар Google-ға жазды, Талғат Оспанов. Экраннан. Толықша келген, иығында генерал погоны бар, маңғаз адамның суреті шықты. Астындағы жазу, генерал-лейтенант Оспанов, қоғам қайраткері. Кәсіпкер, елге еңбегі сіңген ардагер. Қайсардың қолы жұдырыққа түйілді. Ардагер дейме? Деді ол тістеніп. Сен ардагер емессің, Талғат, сен қасапшысың. Флешбек, қанды түннің шындығы. Қайсар көзін жұмды. Есіне 2004 жылдың қарашасы түсті. Шекара заставасы. Түн, боран, майор Оспанов, қазіргі генерал сарбаздарды оятты. Дабыл. Шекара бұзылды. Қаруланыңдар. Қайсар, Сәмат және тағы 10 жігіт жүгіріп шықты. Олар шатқалға барды. Бірақ ол жерде дұшпан әскері жоқ еді. Ол жерде жүк көліктері тұрды. Және азаматтық киім киген адамдар жәшіктерді тиіп жатты. Жәшіктерден есірткінің иісі, героин мүңкіп тұрды. Сәмат сұрады, жолдас майор, бұл. Біз контрабандистерді ұстаймыз ба? Оспанов күлді. Суық күлкі. Жоқ, сержант.
Біз куәгерлерді жоямыз. Оспанов белгі берді. Қараңғыдан пулеметтер атыла бастады. Өз командирлері өз сарбаздарын атты. Сәмат бірінші құлады. Қайсар жараланып жардан құлап кетті. Сосын Оспанов рациямен хабарлады, орталық. Бізді көшкін басты. Құтқару мүмкін емес. Сосын олар жарылғыш затпен тауды жарды. Шынымен көшкін жүріп, өліктерді басып қалды. Қайсар қар астында есінен танып жатты. Оны кейін аңшылар емес, қасқырлар тапты. Бірақ жемеді. Ол орманның баласы болып оянды. Қайсар көзін ашты. Сен бізді саттың, Талғат, сен героин үшін өз сарбаздарыңды қырдың. Енді бәрі түсінікті болды. Генерал Оспанов Қайсардың тірі екенін білсе, оның бүкіл өмірі, карьерасы, байлығы күлге айналады. Сондықтан ол Қайсарды дезертир және қылмыскер деп жариялады. Тұтқындағы Санжар. Қаланың шетіндегі ескі ойма. Санжар орындықта байлаулы отыр. Оның алдында қара киімді, бетперделі екі адам тұр. Бұлар Оспановтың жеке тазалаушылары. Сөйле, балақай, деді біреуі Санжардың бетінен ұрып. Ол қайда тығылды? Оның қандай жоспары бар? Санжардың аузы мұрны қан. Мен білмеймін. Ол қашып кетті, ол саған не айтты? Ол сіздердің бастақтарыңызды сатқын деді. Ол шындықты біледі. Тазалаушы телефонды алды. Жолдас генерал. Бала ештеңе білмейді. Бірақ ол видео түсірген болуы мүмкін. Ар жақтан Оспановтың дауысы естілді, баланы жою керек. Бірақ шусыз. Оны жол апаты немесе артық доза, передозировка қылып ұйымдастырыңдар. Құп болады. Санжар мұны естіді. Оның жаны түршігіп кетті. Ол жай ғана блогер еді. Ол жай ғана хайп іздеген еді. Енді ол нағыз өліммен бетпе-бет келді. Қайсар аға, қайдасыз? Деп ойлады ол үмітсіз. Айнұрдың сезімі. Қаланың басқа бұрышында. Шағын пәтер. Айнұр Қайсардың әйелі, терезе алдында тұрды. Ол қазір 45 жаста. Шашына ақ түскен, бірақ әлі де сұлу. Ол ешқашан күйеуге шықпады. Қайсар өлді деген қағаз келсе де, оның жүрегі сенбеді. Бүгін оның жүрегі қатты соғып тұр. Ол кешкі жаңалықтарды қосты. Диктор сөйлеп жатыр. Алматыда атыс болды. Белгісіз біреулер блогер Санжар Әлиевтің көлігіне шабуыл жасады. Полиция қаладан қашқан қылмыскерді іздестіруде. Оның фотоработы. Экранда бұлдыр сурет пайда болды. Ұзын шашты, сақалды адам. Бірақ Айнұр оның көзін таныды. Ол қолындағы кесені түсіріп алды. Қайсар, деді ол сыбырлап. Бұл сен бе? Ол шкафтан ескі фотоальбомды алды. Күйеуінің жас кезіндегі суреті. Көздері бірдей. Ол тірі. Айнұр дірілдеп кетті. Даниярға хабарласу керек. Ол ұлына звондады. Данияр, балам. Жаңалықты көрдің бе? Иә, мама. Жұмыста шу болып жатыр. Генерал Оспанов бір қауіпті террорист қалаға кірді деп бұйрық берді. Біз күшейтілген режимге көштік. Балам, ол террорист емес. Ол сенің әкең болуы мүмкін. Мама, қойшы. Әкем өлген. Бұл біреу жай ғана қаңғы бас, бомж шығар. Жоқ, жүрегім сезеді. Оспанов неге араласып жүр? Ол 2004 жылы әкеңнің командирі болған жоқ па? Данияр ойланып қалды. Шынымен де, генерал Оспанов қарапайым қылмыскер үшін неге арнайы жасақты спецназ көтереді? Аңшының шабуылы. Қайсар Санжардың телефоны арқылы оның геолокациясын Find My Friends немесе ұқсас қосымша арқылы, егер Санжардың екінші телефоны немесе сағаты болса, тексерді. Немесе Қайсар Санжардың көлігінде ұмытылған ескі маякты пайдаланды делік. Жоқ, оңайырақ. Санжардың телефонына тазалаушылар хабарлама жіберді. Досыңды құтқарғың келсе, ескі сотына кел. Қайсар хабарламаны оқыды. Тұзақ, деді ол.
Бірақ мен баруым керек. Бала мен үшін қиналмауы тиіс. Ол ескі цемент зауытына келді. Түн зауыт қараңғы. Қайсар қақпадан кірмеді. Ол су ағатын құбыры арқылы жер астымен кірді. Ол ғимараттың ішіне кіргенде Санжардың орындықта байлаулы отырғанын көрді. Екі қарулы күзетші тұр. Үшіншісі снайпер жоғарғы қабатта. Қайсар мұның бәрін иіс пен дыбыс арқылы сезді. Ол жерден темір арматураны алды. Ол көлеңкемен бірге жылжыды. Снайпердің артына келді. Снайпер ештеңе сезбеді. Қайсар оның мойнын бұрап үнін өшірді. Ол снайперлік винтовканы сыбыды қолға алды. Оптикадан төменге қарады. Санжарды ұрып жатыр. Ол келмейді. Ол қорқақ, деп айқайлады күзетші. Қайсар шүріппені басты. Тарс. Бірінші күзетшінің иығына оқ тиді. Қайсар өлтірмеуге тырысты, бірақ жаралады. Екіншісі абдырап қалды. Қайсар жоғарыдан секіріп түсті, арқанмен немесе баспалдақпен. Ол екінші күзетшінің алдынан елес сияқты пайда болды. Күзетші автоматтарын көтергенше Қайсар оның қолын қайырып жерге алып ұрды. Санжар көзін ашты. Алдында Қайсар тұр. Қолында винтовка. Көзі жанып тұр. Аға, сіз келдіңіз бе? Мен ешкімді тастамаймын, деді Қайсар жіпті кесіп жатып. Әсіресе достарымда. Генералмен байланыс. Күзетшілердің бірінің телефоны шырылдады. Қайсар телефонды алды. Экранда шеф. Қайсар жасыл түймені басты. Алло, бітірдіңдер ме? Деген Оспановтың дауысы естілді. Қайсар үнсіз қалды. Ол терең тыныс алды. Сәлем, Талғат, деді ол қабірден шыққан дауыспен. Ар жақта тыныштық орнады. Өлі тыныштық. Қайсар. Генералдың дауысы дірілдеп кетті. Мен тірімін. Мен бәрін білемін. Героин Самат, көшкін, сенің погоныңда менің достарымның қаны бар. Қайсар. Тыңда. Біз келісе аламыз. Саған ақша беремін. $1,000,000. Қазақстаннан кетіп қал. Маған ақша керек емес. Маған менің өмірімді қайтар. Бұл мүмкін емес. Сен өлдің. Сен жоқсың. Мен бармын. Және мен сенің артыңнан бара жатырмын. Дайындал, генерал. Орман қалаға кірді. Қайсар телефонды сындырып тастады. Ол Санжарға қарады. Енді бізде бір ғана жол бар. Шабуыл. Қайда барамыз, аға? Менің ұлыма. Даниярға. Ол маған сенуі керек. Ол офицер. Ол шындықты білуі тиіс. Өз қабірінің басында тұрып, өзіне ескерткіш қойылғанын көру кез келген адамның жүйкесін жұқарта. Қайсар гранит тастағы өзінің жас кезіндегі суретіне қарады. Астында Ахметов Қайсар ерлікпен қаза тапты деп жазылған. Бұл тас өтіріктің ескерткіші еді. Ал шындық оған қару кезеніп тұрған өз ұлының көзінде жатты. Кеңсай зираты. Түнгі 02:00. Қайсар Санжар арқылы Даниярға хабарлама жіберген еді. Егер шындықты білгің келсе, әкеңнің басына кел. Жалғыз кел. Бұл қауіпті қадам. Данияр арнайы жасақты ертіп келуі мүмкін еді. Бірақ Қайсар ұлының қанына сенді. Зират іші тыныш. Ай сәулесі молаларды жарықтандырып тұр. Қайсар өзінің моласының жанындағы ағаштың тасасында тұрды. Төменнен көлік жарығы көрінді. Бір көлік. Жалғыз адам түсті. Бұл Данияр, ол әскери киімде емес, қарапайым күртеше киген. Бірақ қолында тапаншасы бар. Данияр әкесінің қабіріне жақындады. Ол айналасына қарады. Шық, деді ол қатты дауыспен. Мен жалғыз келдім. Сен кімсің? Әкемнің атын жамылған алаяқсың ба? Қайсар ағаштан шықты. Данияр бірден қаруын кезенді. Орныңнан қозғалма. Қолыңды көтер. Қайсар қолын көтерді. Оның жүзінде қорқыныш жоқ, тек сағыныш бар. Атыңды түсір, балам. Мен жау емеспін. Сенің кім екеніңді білмеймін. Генерал Оспанов сені қашқын қылмыскер деді. Сен менің анамды қорқытып жүрсің.
Оспанов өтірік айтады. Ол 20 жыл бұрын бізді атқан. Данияр мырс етті. Дәлелің қане? Қайсар қалтасына қол салды. Данияр шүріппені басуға дайындалды. Абайла. Қайсар қалтасынан кішкентай ағаштан жонылған ойыншықты шығарды. Бұл кішкентай ағаш жылқы. Оның бір аяғы сынған. Ол мұны 20 жыл бойы бойтұмар ретінде сақтаған. Қайсар ойыншықты Даниярдың аяғының астына лақтырды. Данияр ойыншыққа қарады. Оның есіне бұлдыр елес келді. 3 жасар кезі. Әкесі соғысқа кетер алдында осы жылқыны жонып берген еді. Бұл тұлпар, ол сені қорғайды. Мен келгенше жылама деген әкесінің дауысы құлағында жаңғырды. Даниярдың қолы дірілдеп кетті. Бұл қайдан жүрсенде? Мен оны өзім жасадым. Данияр, сен 3 жаста едің. Сен жыладың, мен сені жұбаттым. Сенің оң иығыңда кішкентай мен бар. Анаң сені қошақаным деп еркелететін. Даниярдың көзінен жас шықты. Ол тапаншасын түсірді. Папа, деді ол сыбырлап. Сен тірісің бе? Қайсар ұлына жақындады. Тірімін, балам. Кешір мені. Кеш келдім. Әкемен бала құшақтасты. 20 жылдық сағыныш, өкпе, күмән бәрі бір сәтте жойылды. Қайсар ұлының иісін иіскеді. Сен үлкен жігіт болыпсың. Офицер болыпсың. Шындықтың ашылуы. Олар моланың жанындағы орындыққа отырды. Санжар, блогер, алыста көліктің ішінде бақылап отырды. Қайсар бәрін айтып берді. Оспанов контрабандамен айналысты. Біз оның үстінен түстік. Ол куәгер қалдырмау үшін бізді қырып тастады. Мені өлді деп ойлады. Мен орманда жасырынуға мәжбүр болдым. Өйткені қалаға келсем, ол мені тауып, сендерді өлтірер еді. Мен сендерді қорғау үшін өлі болдым. Данияр жұдырығын тасқа ұрды. Ал мен оған сендім. Ол маған әкең батыр болған деп өзі орден берген. Ол менің қызметте өсуіме көмектесті. Сөйтсем, ол мені жақын ұстап, бақылауда ұстау үшін істеген екен ғой. Иә, ол сені кепілдікте заложник ұстаған. Енді не істейміз, әке? Оның билігі күшті. Сот, прокуратура бәрі оның қолында. Бізге дәлел керек. Құжат, менің архивке рұқсатым бар, деді Данияр құпия бөлімге. Ол жерде 2004 жылғы істің түпнұсқасы болу керек. Егер Оспанов оны жоймаған болса, ол жоймайды, деді Қайсар. Ондай адамдар өзіне сенімді болады. Олар компроматты сақтап отырады, басқаларға қарсы қолдану үшін. Құпия архив. Түнгі 04:00. Данияр мен Қайсар Санжарды қауіпсіз жерде қалдырды, Қорғаныс министрлігінің архивіне келді. Данияр өзінің офицерлік картасын қолданды. Күзетші ұйықтап отыр екен. Лейтенант Ахметов. Түн ішінде неғып жүрсіз? Генералдың шұғыл тапсырмасы. Ескі карталарды қарау керек. Өтіңіз. Олар жертөлеге түсті. Темір сөрелер, шаң басқан папкалар. 2004 жыл. Оңтүстік шекара округі. Данияр қолы дірілдеп папканы тапты. Шын ашты. Баяндамалар, фотосуреттері міне. Деді Данияр. Сот медициналық сараптаманың көшірмесі. Қағазда сарбаздардың денесінде оқ іздері бар. Калибр 5,45 және 7,62. Бірақ сыртынан қызыл қаламмен сызылып қате. Көшкін салдарынан сүйек сынығы деп жазылсын. Майор Оспановтың бұйрығымен. Және ең бастысы, сол түнгі радиобайланыс журналының жыртылған парағы. Онда Оспановтың жүк тиелді. Куәгерлер жойылды деген шифрланған хабарламасы тіркелген. Бұл жетеді, деді Қайсар. Бұл оны түрмеге тығуға жетеді. Данияр папканы қойнына тықты. Кеттік, әке. Прокуратураға барамыз. Бас прокурор менің танысымның әкесі. Ол адал адам. Қақпан. Олар архивтен шыға бергенде. Дәліздің жарығы сөніп қалды. Данияр. Қайсар ұлын итеріп жіберді. Тарс. Оқ Даниярдың иығын жалай өтті. Дәліздің түбінде қара киімді, бетперделі адамдар пайда болды.
қаруды тастаңдар, деген дауыс естілді. Бұл Оспановтың дауысы емес. Бұл оның оққағарлары. Қайсар мен Данияр бағананың артына тығылды. Олар бізді күткен, деді Данияр жарасын басып. Менің кіру картам дабыл қаққан болуы керек. Папканы сақта, деді Қайсар, мен оларды бөгеймін. Жоқ, мен сені тағы жоғалтпаймын. Данияр тапаншасын суырды. Әке мен бала иық тіресіп атыса бастады. Қайсар архивтегі темір сөрені құлатып баррикада жасады. Артқы есік бар ма? Деп айқайлады Қайсар. Бар. Желдеткіш шахтасы арқылы. Олар шегініп шахтаға кірді. Сыртқа шыққанда таң атып келе жатқан еді. Олар Санжар күтіп тұрған көлікке жетті. Айда, деді Қайсар. Генералдың соңғы козыры. Олар қауіпсіз жерге, Санжардың досының гаражына келді. Даниярдың жарасын таңды. Бізде дәлел бар. Енді Оспанов құтыла алмайды, деді Данияр қуанып. Бірақ сол сәтте Даниярдың телефонына видео қоңырау келді. Бұл Оспанов. Данияр экранды қосты. Экранда Оспанов өз кабинетінде отыр. Ал оның жанында орындықта байлаулы Айнұр, Даниярдың анасы, Қайсардың әйелі, отыр. Оның аузы скотчпен жабылған, көзінде үрей. Сәлем, батырлар, деді Оспанов жымиып. Сендер менің архивімді ұрлап кетіпсіңдер. Жарайсыңдар, Қайсар экранға ұмтылды. Талғат, егер оның бір тал шашы түссе, мен сені тірідей теріңді сыпырамын. Охо, елес, де осында екен ғой, деді Оспанов. Тыңдаңдар, маған сол папка керек. Және екеуіңнің бастарын керек. Анама тиіспе, деп айқайлады Данияр. Келісім былай, сағат 12:00-де ескі телемұнараға, Көктөбе жақтағы келесіңдер. Папканы әкелесіңдер. Мен әйелді босатамын. Егер полицияға хабарлассаңдар, немесе кешіксеңдер, мен оны биіктен лақтырып жіберемін. Байланыс үзілді. Данияр телефонды лақтырып жіберді. Оңбаған. Қайсар терезеге қарады. Оның 20 жыл бойы сақтаған сабырлылығы жоғалды. Оның ішіндегі жабайы аң оянды. Ол соғыс қалайды ма? Деді Қайсар суық дауыспен. Ол соғыс алады. Біз не істейміз? Папканы береміз бе? Деп сұрады Санжар. Жоқ, деді Қайсар, біз оған папканы бермейміз. Біз оған өлім алып барамыз. Қайсар Санжарға қарады. Дроның дайын ба? Дайын, аға. Маған скотч, бензин және шегелер керек. Не істемексіз? Мен орманда тұзақ құруды үйренгенмін. Енді қалада тұзақ құрамын. Аңшаңды қалай ұстайтынын білесің бе? Ол аңның ініне бармайды. Ол аңды ашық алаңға шығарады да өзі көлеңкеге айналады. Қайсар 20 жыл бойы қасқырлармен айқасқан. Ол білетін, қаладағы қасқырлар, генералдар ормандағыдан әлде қайда қорқақ келеді. Олардың күші погондарында ғана. Ал погонды жұлып алсаң, астында дірілдеген пенде қалады. Көктөбе. Ескі телемұнар алаңы. Сағат 11:55. Аспанды сұр бұлт торлап тұр. Жаңбыр сіркіреп жауа бастады. Көктөбенің ең шеткі, туристер бармайтын техникалық алаңында екі қара Гелендваген тұр. Оның жанында генерал Талғат Оспанов пальтосын желдегей жамылып темекі шегіп тұр. Оның қасында 5 оққағар. Барлығы қаруланған автоматтармен. Және жардың шетінде орындықта байлаулы Айнұр отыр. Оның астында терең құз. Бір қате қимыл жасаса төменге құлайды. Келе жатыр ма? Деп сұрады Оспанов сағатына қарап. Бір көлік көрінді, шеф, деді күзетші дүрбімен қарап. Ескі Жигули. Төменнен серпантин жолмен ескі бояуы оңған Жигули Санжардың досының гаражынан табылған, көтеріліп келе жатты. Көлік алаңқайға 50 метр қалғанда тоқтады. Ішінен Қайсар шықты. Оның қолында қару жоқ. Тек бір қолында қалың көк папка бар. Ол жалғыз. Оспанов күлді. Ақымақ, жалғыз келіпті. Снайпер дайын ба? Деп сұрады генерал рациямен.
Дайын деген дауысы естілді. Снайпер телемұнараның техникалық қабатында отырған. Айырбас. Қайсар баяу басып жақындады. Ол Айнұрға қарады. Әйелінің көзінен жас ағып тұр, бірақ ол Қайсарды көргенде көзінде үміт оты жанды. Жібер оны, деді Қайсар 10 метр жерден тоқтап. Папканы бер, деді Оспанов, лақтыр. Қайсар папканы көрсетті. Мұнда сенің өміріңнің соңы бар, Талғат, сенің қолтаңбаларың. Сенің бұйрықтарың. Маған бәрібір. Бер деймін. Қайсар папканы жерге қойды. Айнұрды босат. Сосын аласың. Оспанов күзетшіге белгі берді. Бір күзетші Айнұрдың жібін кесе бастады. Бірақ пистолетін оның басынан алған жоқ. Енді сен, Қайсар, деді Оспанов, сенің ертең бітті. Снайпер. Генерал қолын көтерді. Бұл атуға бұйрық еді. Бірақ ешқандай оқ атылмады. Оспанов таңғалып жоғары қарады. Снайпер. Не болды?